Сәлем достар, біз бүгін таңғы асқа булочка жасаймыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Таза құрғақ ыдысымызға 1 стакан жылы суды аламыз. Содан соң сары майды салып ерігенше араластырамыз. Үстіне сүт құямыз. Мен 3 ас қасық қаймақ салдым. Сіздер салмасаңыздар да болады, бірақ салсаңыздар өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Енді тұзды, сосын қант, ашытқымды салып, жақсылап араластырып алдым. Ішіне нақты қанша грамм ұн кетеді барлығын описанияға қалдыратын боламын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Қамырымыз өте жұмсақ болуы керек, сол кезде біздің булочкамыз жұмсақ болып шығады. Бұл булочкаларға өзіңіздің қалауыңызша фигура жасасаңыз болады. Дөңгелек етіп қалдырсаңыз да болады, немесе әртүрлі фигуралармен жасасаңыз болады. Мен осылай видеодағыдай жасадым. Бірінші айналасын айналдыра отырып, пышақтың көмегімен түзу сызықтарды жасап алдым. Содан соң гүл сияқты етіп булочкаларымды жасадым. Менде әдемі осындай булочкалар шықты. Ортасы ісіп кетпес үшін мен ортасын өте жұқа етіп жасадым. Енді тек қана жұмыртқасын жағып, пешке жібереміз. Мен 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп алдым. Осымен менің булочкаларым дайын. Дәмі өте керемет әрі жұмсақ болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.